Неужели мы пришли? Не упади. Всем привет, дорогие зрители. Мы пришли в одно место. Она очень волшебная. Вы много о нем слышали. Вы много об этом видели. Но вы до сих пор не знаете, что это за волшебное место в самом сердце Алматинской области. В переводе с казахского «Каинды» означает «изобилующие березами». Озеро назвали Каинды из-за большой березовой рощи, которая расположена в 5 километрах от него. Озеро образовалось в результате землетрясения в январе 1911 года. В конце 1980-х годов площадь озера уменьшилась после прохождения селевого потока. Мире, сен қалай ойлайсың ау? Теректер қайдан пайда болған судың астынан? Білмеймін, судың астынан шыққан шығар. Сен не деп ойлайсың? Менің ойымша бұл таулардан құлап, сол суға қадалып қалған шығар. Сөйтіп 200-300 жыл бойы тұр осы жерде. Құрметті достар, енді бұл деген әселдің ойы. Сіздер қалай ойлайсыздар, астына жазып қойсаңыздар болады. Күтеміз. Озеро находится среди хвойного леса на высоте 1667 метров над уровнем моря в одном из ущелий Кунгей-Алатау. Көрермендер, сіздерге айтып кететін бір жағдай, бұл судың түсі жазда ақшыл көк түс болса, ал күзде, қыста ол өте мөлдір, таза. Длина озера около 400 метров, глубина его почти 21 метр. Озеро окружено осыпными каменистыми склонами и крутыми скалами. Выше озера скальный тупик. В озере Кульсай, где мы были в прошлый раз, водится форель. Горная форель. В общем, эту рыбу пытались разводить в Капчагае. Это форель именно. Но там она не прижилась, ей нужна вот такая холодная ледяная вода. А сейчас я его закончу это говорить и просто... Вы поняли, в общем. Друзья, что за удача! Мы встретили здесь настоящих туристов. Они приехали из Польши, это Касия и Матеус. И сейчас они нам расскажут, что интересного они здесь, в общем, нашли. Hey guys, how are you doing? Yes, we are doing great here in Kazakhstan. We've been here since Sunday, so it's like 5 days. We are leaving in next Sunday. So a 2 weeks trip. No, 2 more days. 2 more days. Oh, one. Just 1 week trip. So you came here, like you made all the way through the hard roads, and it's snowing here. So, and you made it here. Well, we started in Astana, and then we took a train, an 8-hour train to Almaty, where my brother lives. Oh, cool. Yeah, and he's showing us around right now. And well, we came through the steppe by car. Here. Oh, that's cool. Yeah. And the off-road. And have you heard about this place before? I mean, this place. Or this is the first time you're coming here and you never knew about the Kayındı Lake? Oh, we came to Kazakhstan and we have no idea. Of what is it going here, right? Yeah. We did not know that it is so beautiful here. Yeah. And we just discovered this one in the this lake. Yeah. And the history of these trees is really amazing. All right, thank you guys, Katya, Mateus. It was nice to meet you. Very nice to meet you. Мире, сен байқадың ба, біз барған көрген жерлердің бәрінде туристар, шетелдіктер көп келеді. Ал өзіміздің Қарадомала қазақтарымыз өте аз, сирек кездестіреміз. Сондықтан да біз сіздерге айтатынымыз, осы жерге келіп тұрыңыздар, біздің қазақ күресті көріңіздер, неше түрлі жаңа оқиғалар, неше түрлі жаңа
тарихты көрсеңіз болады. Жаңа жерлерді Жаңа көресіздер. жерлерді көресіздер. Я шынымен де өзіміз келмесек, біз қадірлемесек, кім қадірлейді? Мы почти заканчиваем наш визит в это прекрасное высокогорное озеро. И нас ждет замечательное, теперь уже можно сказать, путешествие в лучший и наш любимый город. Это Алмата. Сәлем достар, сіздермен бірге Қазақ Квест. Біз бүгін Алматы қаласын ең әдемі көркем шыңында тұрмыз. Медеу горнолыжный комплекс.